Артық салмақтан арылу үшін тағамнан тыйылып өздігімізден диета ұстай бастаймыз. Алайда арнайы тексерілуден өтпей, пайдасы дәлелденбеген диета ұстау ағзаға тек кері әсерін тигізеді. Кез келген диетаның басты мақсаты ол ішіндегі көмірсу немесе ақуыз немесе майлардың құрамын шектеу болып табылады. Қазіргі кезде әлеуметтік желілерде көп таралған диеталардың түріне дюкан, кето, аткинсон және моно диеталар, веган диеталар болады, вегетарианский диеталар болады. Бұның барлығының негізгі мақсаты белгілі бір компонентті шектеу. Мысалы, вегетариандық диетаны ұстайтын адамдар ас мәзірінен етті шектейді. Нәтижесінде ағза қызыл еттің құрамындағы темірді жеткілікті мөлшерде алмағандықтан адамда 4-5 жыл аралығында темір жетіспеушілігі пайда болады. Ал дюкан диетасы ақуыздарға негізделген. Бұл диетаны ұстаған адам тек ақуыз қабылдағандықтан бүйрегіне артық күш түсіп, бүйрек ауруларын алып келуі мүмкін. Сондықтан созылмалы ауруы бар адамдарға бұл диеталарды ұстауға болмайды. Себебі ең басынан ол жаңа аурудың ушығып кетуіне әсер етеді. Және зат алмасу процестерін баяулатады. Сосын жүйке жүйесі ауруларына әкеліп соғуы мүмкін. Түрлі психологиялық депрессия, стресске алып келуі мүмкін. Сонымен бөлек иммунитетті төмендеп, витамин, минералдар жетіспегендіктен басқа да ауруларға ұшырауы мүмкін адам. Сонымен бөлек осы созылмалы ауруларды және де басқа да, мысалы, дені сау адамдарға үшін диеталарды арнайы өзінің жеке сипаттамаларына қарай белгілеу керек. Ең негізгі адамдардың жынысына, жасына, сонымен бөлек оның өмір сүретін ортасына, қандай созылмалы ауруы бар, немесе аллергиясы бар ма, жоқ па, соған қарап, содан кейін барып диета тағайындау керек. Және де диетаны тек қана диетолог қана маман тағайындау керек. Тек созылмалы ауру кезінде емес, артық салмақ тастау мақсатында диета ұстағыңыз келсе де, маман кеңесіне жүгініңіз. Себебі сіздің ағзаңызға керекті диетаны ұстанбасаңыз, денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан